Бұрынғыдай Өзбекстанмен барыс келісімізді жеңілдетсе жақсы болатын еді. Негізі, құрметті қазақстандық көпшілік, Өзбекстанның адамдары ше, өте жақсы адамдар негізі бар ғой. Кішіпейіл, сенсіреп сөйлемейді, сіз деп сөйлейді. Мен границада тұрам да, бергі бетте, Қазақстан бетте. Қазір таможиналар соғылып, Қазақстан мен Өзбекстанның арасында шекара тартылып, Өзбекстанның да Қазақстанның да солдаттары қойылып, мықты қып тастағанда. Бұрын рахат ет, беймарал өте беретін едік. Огородтан да өтіп кете беретін едік. Жолмен де өтіп кете беретін едік. Олардың автобустары біздің Қазақстанға кіріп келе беретін еді. 20-30 километрге дейін райондарға кіріп келетін еді. О жақтан нан ап келетін едік. Ол жаққа кетіп бара жатсақ, келе жатсақ ше, қарнымыз ашып кетсе, любой Өзбекстанның районындағы көшелерге түсіп, самса, палау сатып алып жіберетін едік қой. Балдары тиіспейтін еді. Өте қарапайым еді. Әке-шешелері балдарын тәрбиелеп қойған. Қазақтарға тиіспеңдер, нация бөлмеңдер деп қорқпайтын едік. Еш ойланбайтын едік қой. Қараңғыда қайтатын едік. Главный автобус тоқтап қалмаса болды еді. Қайтаға өзіміздің Қазақстанда онша-мұнша киімімізді ап қоятын, тонап қоятын, одан кейін темекке түсіретін, арақ апер деп ұратын, үлкен-үлкен балдар үлкендігін қылып, күшін көрсететін еді. Өзбектер ондай емес еді. Ташкентке барып, магнитофон сатып алып, Тезиковка деген базары бар еді. Үлкен базар. Ескі заттар, ысталған заттар аралас сата беретін еді. Музыкальный инструменттер. Дискоман болғымыз келсе, дискотечный аппаратура сатып алуға баратын едім. Гитара сатып алғым келсе, гитара барып алып келетін едім. Өзбек ағайындар өте жақсы. Олар бар ғой өзбектер. Біздің Қазақстанға келіп, азыр сары дала болып жатқан жерлерімізді айдатып, су тартып, болгарский помидор, баклажан, бадырен, қауын, дарбыз егіп, арендаға алып, көкпенбек қып жайнатып қоятын еді ғой. Дала жерлеріміз ше. Азыр мал жайылса жайылады, жайылмаса сап-сары сары дала болып жатыр да. Негізі Өзбекстанның адамдары бар ғой, жақсы. Столицасына барсақ беймарал жүріп, жегіміз келген ауқатты жеп, сатып алғымыз келген киімді киіп, ойнап күліп қайтатын едік. Сен қазақсың, берке бері деп тиісу деген жоқ еді. Милициялары вообще қарамайтын еді. Сол кездер қайтып келсе ғой шіркін. Сосын бір таңғалатыным бар ғой, өзбектерше, өзбек ағайындар біздің қазақша өлеңдерді түсініп тыңдай беретін еді. Біздің Қазақстанның столицасына барыңыздар сіздер, өзбекше өлеңді тыңдай бермейді. Ал Өзбекстанның столицасындағылар қазақша өлеңдерді тыңдай беретін еді. Міне аз айтып берейін, мына өлеңдерді жақсы тыңдаушы еді олар. Қараңыздар. Кәдімгі қыздары да, балдары да, шалдары да, әйелдері де барлығы тыңдайтын еді. Сағыныш сазы сен едің, ғашықтың бәрі мен едім, армандай асу ақ гүлім, өзіңді аңсап келемін, арманым неткен көп еді, асудай асу беледі, жаныма ұйықтап жатсам да, түсімде сені көремін. Қысылып жаным, жүрегім күйіп, жүре алмаспын жаным сені өзгеге қиып, қарашы маған күлімдеп жаным, жасыңды тыйып, біреулер келер, біреулер кетер, сонда жаным сен болмасаң қасымда егер, нұр шашқан күндер, жұлдызды түндер, бәрі де бекер. Қыз көп болса да, өмірде сұлу,
бермейді олар жүрекке жылу. Ал менің болса бар арманым, тек сені жаным бақытты қылу. Қысылып жаным, жүрегім күйіп, жүре алмаспын жаным сені өзгеге қиып. Қарашы маған күлімдеп жаным, жасыңды тыйып, жасыңды тыйып. Біреулер келер, біреулер кетер, сонда жаным сен болмасаң қасымда егер. Нұр шашқан күндер, жұлдызды түндер, бәрі де бекер. О, рахмат, үкәм, ұғлым, үкәм, әкәм деп өзбектер құрмет қылып, қыздары да, ұлдары да, үлкендері де ше, тегін тамақ беріп, қонақжай ет шығарып салатын еді. Негізі өзбек ағайындар еңбек қор, жақсы. Қазақстанды гүлдетіп жібереді. Аренда қалады олар. Қазақстанды келіп, көшіп келейік, мына жерін сатып ап қоя салайық, мына жерді басып алайық, автономия болайық деген ондай ой жоқ оларда. Арендаға алып, егіп, сүйерден өнім алып, жартысын тастайды да Қазақстанға пайдасын. Жартысын алып кетуші еді ғой. Өтті жұмсақ халық. Екі сөзінің бірі, Алла тағалам Құдай Құдай деп сөйлейді ғой. Құрметті ағайындар. Бір-екі өлеңдерім бар еді сол кездегі. Қандай қайтара ұтсам, ұша өткен күнлеріні, сені бағырымға боссам, ұнытып қайғыларыны деп бар білгенімше өзбекше өлеңдерімді айтатын емді. Ырза болып қуанып қалатын еді. Қазақша өлеңдер айтып беретін еді, олардың гитара тартатын балдар ше. Ағайындар сондай кездер болған, қызық кездер. Өзбекстан мен Қазақстанның арасында барыс келіс жағы жеңілдетілсе жақсы болар еді негізі.